Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен таракандардан қалай құтылу керектігі туралы сөйлесетін боламыз. 3 әдісін айтамыз. Ең бірінші ол нашатырный спирт. 1 шай қасық аммиакты 1 литр сумен араластырып, терезелерді, жиһаздарды, желдеткіш торларды, құбырларды, есіктерді сүртіп шығыңыз. Жақсылап еденді жуыңыз. Бұл жолды қолданбас бұрын қолыңызға міндетті түрде медициналық қолғап кию қажет. Екінші әдіс бор қышқылы, ең тиімді және қолжетімді құралдардың бірі. Бор қышқылын дәріханадан алсаңыз болады. Су түрін емес, ұнтақ түрін міндетті түрде қолданыңыз. Оны плинтустардың астына, басқа да таракан ұялайтын жерлерге сеуіп қойсаңыз болады. Үшінші әдіс лавр жапырағы. Лавр жапырағын кесіп болмаса ұсақтап, лавр жапырағын таракандар ұялайтын жерге қою қажет. Неге деген сұраққа, таракандардың иісі өте сезімтал, сондықтан олардың өткір иіске шыдамайды.